Тәте, далада жүрген екенсіз ғой. Иә. Мен сізді үйде деп ойласам. Мен үйге сыймай далаға шығып кеттім. Менің енді әлгі істеп жатқан шаруаларым бар ғой, жұмыстарым. Өзің білесің. Соны мынау қыздарымды іздеп жүрмін өзім. Ол қыздар менің армиям. Ол қыздар тегін қыздар емес, бәрі де білімді, үлкен қызметкер, қаншама еңбек сіңген. Олар менің ортамды толтырады, олар менің миымды қозғайды. Олар маған неше түрлі жақсы. Мысалы мен қазір Бейбіткүл қайдасың ай? Бейбіткүл. Неге жоқсыңдар? Сендер мен неге іздемейсіңдер? Неге құттықтамайсыңдар? Мен тиктокер болдым ғой, тиктокер. Осы 2-3 күн болды. Қаншама ойларым, білесіңдер ғой менің жобамның барын. Ал енді сол жобаны іске асыру үшін мен қазір күні-түні ойланудамын. Сол жобаны іске асыруыма сендер көмектесетіндеріңді білем. Өйткені сендер маған қуат бересіңдер. Сен енді әрине білем, сабақ берем, мен студенттерді оқытам, мен журналистпін деп бәріміз газеттен шықтық қой. Жүрсің ғой, білем сенің сондай тығыз шаруаң бар екен. Ал Жәнібек қайда? Жәнібек не істеп жүр? Жәнібек қыз. Ол ақша қойып жүрген шығар. Үйден үй алып, журналдан журнал шығарып, нағыз деловой кісілермен тілді қандай табады. Ол таяуда маған әлгі бір қызда кеп таныстырды ғой. Керемет. Қыз болғанда бір кішкентай қыз екен деп ойлап қалмаңдар. Профессор қыз. Оны мен кейін айтамын. Одан оқитын сабағым тіпті де көп екен. Семейдің қызы білімді, тура отырысы кездестік қой. Қазір сөйлесіп тұрамыз. Енді олар туралы кейін айтамын өзім барлығын. Тағы да мен қай қызды деп жүрдіш? Күләш ол радиода отырған шығар, құлағына киіп алып. Радио хабарын жүргізіп, сосын өлең айтып, салтанат, мәссаған салтанат дегенің 23 жасында, Нияз, 23 жасында совхозға бас бухгалтер болған қыз. Бас бухгалтер. Енді қазір қыз дегенде бұның бәрі 18-де қыздар емес. Бәрі 60-тағы, 60-қа жақындап қалған, 60-та кетіп қалған. Менен шамалас деп айтам, подружкам деп айтам, бірақ олардың бәрі менен көрі жас. Салтанат деген тіпті ерекше адам, тіпті. Үкіметке дегенде бір адал кісі керек, бір тиынын жемейтін, бір тиынын жегізбейтін десе, салтанатты көрсетер едім. Сондай бухгалтер бола қоймайтын шығар. Тағы кіммен сөйлестім мен? Райхан, енді Райханды қош, ол Райхан бар ғой. Қазір тек қай жерде той бар. Мен тамада болам деп жүрген шығар, өлең айтам тамада болам деп. Оның енді ауырсаң, ойбай ауруыңды айтпа. Ауру деген невмодия. Ауру сізге жараспайды деп шыға келеді. Өлең айтамыз. Ал қандай той? 3 кісі жиналған отыра қалсақ, не 300 кісі болса, мен тамада болам деп өзі тамада болады. Оған оның ақылы, көргені, білгені жетеді. Үлкен семьядан шыққан, үлкен кісілерменен дастархандас болған, дастарханды жайнатып жібереді. Ал енді бәрінен де бұрын осы мені бір идеализировать етіп, маған ерекше қарайтын Балдау деген досымыз бар. Мен осында келгенде пенсияға шығып, президенттік мәдени орталықта журналист болып істеп, енді кәдімгідей жетпістен асып кеткен кезінде мен бір ИП аштым ғой енді. ИП дейді ма? Иә, жалғыздық жараспайды. Сол кезде ақша алуды білмейді екен мен. Тек сөйлеп, өткен болмаса, ақша табуды білмеймін. Ал Балдау барды да 8 парикмахері бар. Енді әлі де осында мүмкін 16 болған шығар. Онысын санап көргем жоқ. Кездесіп тұрамыз. Анекдотты қатырады өзі. Жүрген жерінің барлығы сондай. Оны енді іскерлігінен өнеге алмауға болмайды. Сонда маған сол парикмахерскінің бұрышынан орып берген. Сосын өзі айтады, сіз анау компьютерді ашып,
бүйтіп теріп сізге кісілер келіп жолығады. Сосын сіз кетіп қалған кезде біз сіздің компьютеріңізді ашып үйренеміз ана компьютерден. Мен енді өте ерте ғой, бұдан 15-20 жыл бұрын ғой енді. Қазір әлі де солардың бәрі сол жұмыстарына әлі де бір-бірімізді сағынып тұрамыз тура. Енді тағы қандай подружкаларым, толы батыр подружкаларым. Бәрін бірдей айта алмайтын шығармын, ал енді Рашила дегенің істі қатырады. Енді көйлек көншек киеміз, көйлек көншегіміздің бәрін Рашила әдемілеп береді. Ол бізге сол үшін керек. Өзі енді Бекмұхан деген жолдасы бар, өсіріп жатқан балалары бар, немередері хабарласып көйлегімізді әдемілеп тұратын. Ойбай-ау, бірлән. Ал енді ойлаймын ғой, мына қыздардың бәрі ұйықтап жатқан шығар, жайланып деп. Таңертең далаға шығып ойланып толғануды ұмытып кеткен жоқ па екен деп. Бірлән мәңгі ұмытпайды. Ол таңғы сағат 4-те шығып кетеді. Қазір біздің үйге қонып жатса, менің жанымда уже жоқ болып қалады. 4-5-те ол кетеді өзі. Қай жерде площадка бар, қай жерде не. Енді қазір ол да 70-тен асты. Сондықтан қай подругаларымды айтайын. Жалпы достық жайлы немене айтасыз? Жалпы өміріңізде қандай достар болды? Жалпы достық туралы не айтасыз? Осы достардың бәрі маған көмекші. Мұның бәрі өмір көрген. Мұның бәрі журналистер еще. Бәрінің шығарып жатқан журналдары бар. Енді мынау кім бар ғой әлгі Асылзат. Осы соцсетиде түспейтін Асылзат ақын өзі. Жұртты емдейді, ақылды айтады. Ол менің кумирім деуші ме. Онымен біз бала күнде бір газеттің шетінде отырып, Дауа деген газетте ме, сонда таныстық. Ұялшақ қыз болатын, бірақ мынандай кітабы бар шығарған. Ал қазір бүкіл елді аузына қаратып отыр. Мен айттым Асылзатқа, әй Асылзат, мен сенің жаныңда жүрейінші. Сен осы халықты тартуға жақсысың. Десем айтады. Дана апа, мен оны сізден үйренгім деп. Міне осы сияқтылар маған заряд береді. Мұның бәрін мен неге іздеп жатырмын? Мен осы тиктокқа неге келдім? Мен бәрін жазып жіберіп жатырмын, басқа соцсетиде да жазамын. Жоспарым дайын тұр, басқа да қызметтер жасап жатырмын, бірақ мен ол жоспарды лақ еткізіп тастай алмаймын, өйткені оны түсіну қиын елге. Оған өзі арнайы кісі керек. Мен ең бірінші осы достарымды бәрін қосып, халықты дайындайын деп тұрып, халықта. Біз қалай өсіп, қартаямыз, жетілеміз, қары кісілермен қандай қарым-қатынаста болу керек. Соны мынау тикток соған көмектеседі деп ойлаймын. Өйткені бұл өзі қысқа ғана, сол біздерді көрсін алдымен, сосын әңгімемді осылай шығарсам ба деп ойлаймын. Өлеңді айтамыз, неше түрлі жақсы тақырыптар, кәрі деген не нәрсе, кәрі деген жақсы екен. Мен кәрілікті вообще жақсы көріп кеттім. Оказывается, ой, асарын асады, жасарын жасады. Енді бізге не керек? Шай ішіп, терлеп, тепшіп, біреуді мақтап, біреуді жамандап, диванда жатып отыра беру керек дейтіндер бар. Өздері соны істеп жүргендер бар. Жоқ, біз отырмаймыз, біз жүреміз, біз көрсетеміз кәрілік қандай болатынын. Ал жақсы болды. Соны ойлап, өзім кішкене айналып жүріп. Апа, мен тоңып қалдым, кірейікші. Жүр кірейік. Шай ішейік. Иә, шай. Иә.